Шыңғысханның түпкі ата-бабасы делінетін Көкжал мен Қуамаралдың Байқалдың батысынан өтіп келгендігін ескерсек, Аланхуаның Арық өзенінен шыққан қорылардың қызы екенін ескерсек, Арық өзені Байқалдың батысында таудан басталатын Лена өзенінің бас жақ тұсы екенін есептесек, ол жерден Байқалдың беті мұз боп қатқанда тура шығысқа қарай мұз үстімен өте салса да, Барғұжын түбегіне келе салады. Бұл екі ара Байқалдың ең жақын жері есептеледі, батыс пен шығысы. Байқалдың батыс жағынан теңіз асып келген алдыңғы аталар және сол жақтан келген қорылар мен құдадалы болып қыз алысатыны олардың сол заманда бір-бірін жақсы білгендігі. Кейін аңыз бойынша аңызда бұлар бір-бірін жақсы білмейтін сияқты бұл айтылып тұр ғой. Бірақ ол ерте заманда олар бір-бірін жақсы білген. Сөйтіп Шыңғыстың ежелгі бабалары да түріктер де сол бір солаңғы аймағында өсіп өнді. Жаулар олар шапқанда бір бөлімі Ергена күнге қашып барып өмір сүрді. Ергена күннің ерген ағын иірілген өзен, яғни Қытайдың Чуан деген өзені. Бүгінгі Ергүне деп жазылып тұрған Қытай мен Монғолияның, Қытай мен Ресейдің қиыр шығысында шекара болып тұрған өзен екенін картадан көріп аласыздар. Енді бір бөлім ғұндар басқа жақтарға таралды. Бірақ бәрі де ғұн империясының қалдықтары еді. Енді осы арада Арық өзен туралы айта кетейік. Ол Лена өзенінің бас жағы дедік. Қытайша Арық Усын деп жазылған. Үсін деген сөздердің мәні өзен, мұңғылша жазылып тұрған тайпаттары. Бірақ ол қазақтың ұлы жүзінің негізі болған Үйсінмен қатысты емес. Қазақтың негізі болған Үйсіндердің аты да өзен деген мағына береді. Таңбасы шүйрек сызық. Таңбаның аталуы әрине өзен болуға тиіс. Мысалы, Қытайдың Сауан деген ауданының Қызыл өзен деп аталатын өзенінің аяқ жағы Алусын деген ескі атаумен аталады. Оның да мағынасы Алусынның мағынасы қызыл өзен. Ал деген қызыл деген мағына береді. Енді Үйсін Моңғол ішінде жүрген Үшін деген тайпадан шықты деуге негіз жоқ. 2200 жыл бұрынғы Үйсіндерге Моңғолдың Үшін деген тайпасынан шығу мүмкін емес. Ағындар мен өзендердің түрік тілі екенін осыдан білеміз. Алдыңғы лекциядағы Ергенагін жағынан қорылар келді деп шатасып кеткен жерімді осыдан түзетіп алыңыздар. Шыңғысханға Құлан деген қызын берген Меркіттің үш көсемінің бірінің аты Ер Үйсін еді. Дайыр Үйсін деп та аталады. Ол да Ер өзен бойында туылып, Ер Үйсін деп аталса керек. Ер Үйсін деп атап жүрміз. Өйткені Селенгі өзенінің кейбір тұстары да жазықтағы өзендерге ұқсамайды, өте иректеліп кеткен, орман ішінде ағып өтетін өзен. Біз мына сияқты сөздердің түрік тарихымен не қатысы бар дегендерге айтарымыз, түрік тарихын сөйлеп отырғанда Шыңғысханның одан бергі 500 жыл өткеннен кейінгі Шыңғысханның ата-бабаларының қалдырған естелігі мен түріктердің ата-бабаларының қалдырған естелігі бірдей шығады, және екеуінің түпкі отаны бір ғана солаңғы аймағын болғандықтан осылай түсіндіргенде адамдар жеңілірек түсінеді деген ойдамыз. Кешегі лекцияны жалғастыра берейік. Шабылық ағаның өз аты Шотық еді. Сүйелі оған бөрі басты туа апарып берді. Түріктер мұны қуана қабылдап өздерінің шығу тегін ұмыттырмайтын дүние ретінде ордаларының алдына қадап қоятын болды. Шабылық ағаның мәртебесі батыстағы Тардұш қағаннан да, шығыстағы басқа үш қағаннан да жоғары еді. Алайда батыстағы Тардұш пен Анло қаған, Апор қағандардың күші өздерінің үстемдігін көрсетті. Шабылуға қалған жалғыз шығар жол Қытай қорғанының жанына көшіп барып отыру ғана қалғандай боп сезілді. Осылай істегенде батыстан келген күштермен соғыс туындаса, Қытай әскері жақын жерден тез жетіп өзіне жәрдем береді
деген дәме болатын. Бұл 586 жылғы жағдай еді. 587 жылы Шабылы қаған ауырып қайтыс болады. Өлер алдында тақты інісіне ұсынды. Інісі таққа отырғысы келмей Шабылының ұлына бергісі келді. Оның айтқаны мынау еді: аталарымыздан қалған салт бойынша ағасы өлсе інісі мұрагер болып таққа отыратын. Бірақ қазір мұндай салтқа көнгісі келмейтін адамдар көп. Сондықтан тақталасы көп туындап елдің іргесі сөгіліп жатыр. Сол үшін қаған тағының заңды мұрагері ретінде оның ұлы отырғаны дұрыс деп тұрып алды. Бірақ Шабылының ұлы оған: әкем, Шабылы қағанның өсиетіне қиғаштық жасауға болмайды. Көкешім, таққа сіз отырыңыз деп жалынып тұрып алды. Сонымен Шабылының інісі Чорық қаған, Мұқыр қаған деген тарихи атпен таққа отырды. Оған Сүй елінің құттықтауы мен жәрдемдері көптеп ағылды. Ол тіпті Сүй елінің жорық тулары мен дабыл даңғыраларын ұрып отырып жорыққа шығатын болды. Мұны көрген Апыр қағанның зәресі ұшты да ол Мұқыр қағанға бағынды. Мұқыр қаған Сүй еліне хабар жіберді. Сүй елі оған Апыр қағанды өлтірмеу туралы бұйрық жіберді. Ел ішінде інісін өлтірді деген жаманатқа қалмау үшін Сүй патшасынан рұқсат сұрап еді. Сүй патшасы рұқсат етсе, бұл Сүй патшасының бұйрығы бойынша болған істеп құтылмақшы болған. Оның бұл қулығын Сүй патшасы да түсініп, Апыр қағанның жаны осылай тірі қалды. 588 жылы Мұқыр қаған батысқа жорық кезінде жебеден жараланып қайтыс болды. Парсылардың оғы тиді деген сөздер айтылады. Сонымен былтырғы әкесінің тағына отыр десе де отырмай қойған Юңуили амалсыз таққа шықты. Ол Долан қаған деп аталды. Оған қарсы әріптес те табылды. Аты Ашнаранған. Долан мен Ашнаранған шығыс түрік жерінде алауыз болып жүргенде, батыстағы Тардыш қағанның ойы шығыстағы үлкен орда тағына отыруға ойысты. Сүй патшасы да Ашнаранғанды қолдай бастады. 607 жылы Чимін қаған деген атпен Ашнаранған Сүй ордасына келді. Ол тіпті мен енді түрік қағаны емеспін, бұдан былай Сүй патшасының құлымын деген сөздер айтты. Сүй ханы мұны көріп маңайындағыларға: менің құдіретімді көрдіңдер ме? Солтүстіктегі күшті елдің тәңір құтыда бұрымдарын жайып, киімдерін өзгертіп, маған құл болмақшы деді. Айта кетейік, түріктер шаштарын өріп арт жағына бұрым қып тастайтын. 589 жылы Сүй елі ақырында оңтүстігінде тұрған Чын елін жойып, бүкіл Қытайды толық бірлікке келтірді. Шабылының орнына отырған Долан қаған Сүй елін ұнатпайтын. Ол тек Тардышқа қарсы тұру үшін ғана Сүйға бағынышты еді. Ал Ранған қаған, яғни Чимін қаған, Сүй елінен қатын алғысы келетін. Сүй елі Ранғанды Доланға қарсы қою үшін оған бір ханшаны ұзаты. Және Ранғанды шекараға жақындап келіп отыруға кеңес берді. Күлтегін тасында сендер табғаштың шайы мен шайысына мәз болып жүрдіңдер, енді оған қызықпаңдар дейтін сөздер осы кездегі оқиғаларға қаратылған.